Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге бисквит сияқты керемет болып көтерілетін, жұп-жұмсақ болып шығатын екі ғана ингредиенттен тұратын дәл осындай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, жақсылап тұрып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Егер миксер жоқ болатын болса, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз саламыз, сонда жұмыртқамыз жақсы көпіретін болады. Видеодағыдай дәл осындай аппақ болып көпірген кезде, көлемі ұлғайған кезде қантымызды салып, жақсылап тұрып, қантымыз ерігенше және де аппақ болып көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Мендегі қанттың мөлшері 1 стакан, яғни 200 грамм. Жұмыртқамыз көлемін ұлғайтып, 2 есе болып ұлғайғанша, дәл осылай аппақ болғанша миксерлейміз, және де келесі кезекте майонезімізді салатын боламыз. Майонез бұл жерде 200 грамм. Мендегі стакан 250 грамм болғандықтан кішкене толтырмай салдым, сондықтан 200 грамм майонез салсаңыздар жеткілікті. Жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң келесі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымыз бұл жерде 250 грамм, және де тағы да қасына 50 грамм қосым, сонда 300 грамм ұнымыз керек болады. Ұнымызды міндетті түрде елегіштің көмегімен өткізіп аламыз. Мен алдын ала елегіштен өткізіп алдым, және де ұнның бетіне ұн қопсытқыш салатын боламыз. Ұн қопсытқыш менде 10 граммын салдым. Сіздерде дәл осылай 10 грамм салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап тұрып, қою қаймақ сияқты масса болғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Видеодағыдай дәл осындай қоюлықта болуы қажет. Дәл осындай қаймақ сияқты болып шығуы қажет. Келесі кезекте формамызға немесе листімізге дәл осылай осы массамызды құятын боламыз. Егер сіздерде басқа лист болса, кішкене жан-жағын майлап жіберіп, солай құйсаңыздар болады. Барлығын дәл осыған орналастырып құйып шығамыз, және де пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып алатын боламыз. 180 градуста 35-40 минутта дәл осындай керемет болып көтеріледі. Міндетті түрде ортасының піскенін ағаш шпажкасының көмегімен немесе шидің көмегімен жақсылап тұрып тексеріп алыңыздар. Міне дәл осындай видеодағыдай керемет болып көтеріледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны толық соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.